Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас мен Ғали. Карлсен Непомнящий арасындағы матч жалғасып жатыр. Бүгін екінші партияны ойнады, соны тамашалап көрейік. Кеттік. Сарбаз негізгі орталыққа қойды. АТФ6, С4, И6, АТФ3, Д5, Ж3, Open Каталан, немесе Каталон бастамасы. Каталонияның астанасы сіздер білесіздер, Барселона екен. Атақты футбол клубы бар. Піл И7, піл Ж2, патшаны сарайға кіргізді, және патшаны сарайға кіргізді. ДЦ, негізгі орталықтағы сарбаз жеп кетті. Енді бұл сарбазды қайтармауға бар күшін салады. Уәзір С2, Б5, ат И5. Бұның ең басты мақсаты А8-дегі тураның қал жағдайын білу. С6, А4. Әрине мына үш бұрыштың қал жағдайын білуге тырысады. Ат Д5, ат С3, F6, негізгі орталықтағы ат ұнамайды, сол себепті қуып шығуға тырысады. Ат F3, уәзір Д7. Әрине, яғни Непомнящий мына үш бұрышты сақтап қалуға тырысады. Өйткені артық сарбаздың өзінің ерекшелігі бар. И4 өте жауапты жүрістердің бірі. Неге? Өйткені Д3-тегі тор деген әлсіреп қалды. Мына И2-дегі сарбаз енді Д3-тегі торды қарамайды. Ат Б4, уәзір Е2, піл ат Д3. Мына атты біз жиі айтамыз 8 аяқ деп. Неге 8 аяқ? Өйткені бұл деген 8 түрлі торды бақылап тұр. Сол себепті андасында 8 аяқ деп атаймыз. И5, піл Б7. Әрине, егерде мүмкіндік бар болса, бұл пілді де шығарып қою керек. Жедік және піл F6, ат И4. Сіздер таңғалмаңыздар. Бұндай варианттарға себебі арнайы жасанды интеллект, компьютерлер, бапкерлердің қауымдастығы бұл варианттардың барлығын тыңғылықты дайындайды. Бұл деген бір күннің мәселесі емес. Сол себепті осындай күрделі позицияларға таңғалудың қажет жоқ. Бұл күнделікті дайындық және үлкен жұмыс. Соның нәтижесінде керемет позицияларда пайда болады. Ат А6, ат И5 негізгі орталыққа орналастырды. Әрине, мына Д3-тегі аттың көзін жоюға тырысады. Өйткені ұнамайды, бұл деген мазасын алуы. Піл И5 жедік және ат С5. Бұл жерде Магнус Карлсен әрине мына Д3-тегі аттан айырылған жоқ, және оны 8 аяқтың қал жағдайын білген жоқ, бірақ қарсыластың қара пілін де алып тастады. Ат Д6. Бұл жерде енді былай қарасаңыз, сырт көзге қарасаңыз қорқынышты. Қазір ат деген Б3-ке келеді де, содан кейін біз деген ел аман жұртынышта өзіміздің турамызды атқа айырбастауға тура келеді. Бірақ мына турадан ешқандай кемшілігі жоқ, екеуінің күші де бірдей деп айтуға болады. Сол себепті қорқудың қажет жоқ. Компенсация деген сөз бар. Ағылшын тілінде немесе өтемақы деп айтуға болады. Сол өтемақы толыққанды бар бұл жерде. Б3, тура Б1, жедік. Енді әрине бұл деген әлемнің үздік ойыншыларының бірі, яғни Непомнящий мына үш бұрышты сақтап қалуға тырысады. Ол бір, және өзінің турасы, мына атқа қарама-қарсы болады. Бұлай қарасаңыз, әрине жағдай ойыншы емес, бірақ ол өте нақты дұрыс шешімдерді қабылдады. Б8, тура Д1 және піл А8. Бұл жердегі айта кететін жағдай, Магнус Карлсен осындай позицияларды ерекше ұнатады. Ол деген кішігірім болса да қысым көрсетуді үнемі жоспарында ұстайды. Кішігірім болса да адамның мазасын алуға, қарсыластың мазасын алуға осындай амалдарды пайдаланады. Кешіріңіздер. Бұлай жедік және Б8. Тура Д1, А8 және піл И4. Піл И4, С3. Әрине, мүмкіндік бар болса, мына ашық жолдарды пайдалануға тырысу керек. Өйткені туралардың бір ерекшелігі бар, ашық және жартылай ашық жолдарды ұнатады. Уәзір С2, қос соққы, мына H7-тегі пілдің сарбаздың қал жағдайын білгісі келеді, және мына С3-тегі сарбазды жеп кетуге тырысады. Ж6 және БЦ.
жедік және бұл жердегі айта кететін жағдай мынау шетте тұрған өтетін сарбаз. Егер де болашақта эндшпиль болатын болса ойынның соңы, әрине бұл сарбаздың мәртебесі әрине өседі. Кеттік. Тура FD8, тура A1, C5 және уәзір C4. Жедік. Және қазіргі мүмкіндік бар болса, әрине F6-ға 8 аяқты қоюдың амалын қарастырып жатыр. Немесе мына C5-тегі сарбаздың қал жағдайын білгісі келеді. H8, D6. Әрине C5-тегі сарбазды жейтін болсаңыздар, онда сіздер болашақта кәдімгідей қиналып қалуыңыз мүмкін, өйткені атыңыздың тұрақты бір нық орны болмай қалуы мүмкін. Тура B6, уәзір C5 және B8. Әрине, ян неповничий біліп тұр, мына аттың арқасында, аттың артында ақтар өзінің арам пиғылдарын жүзеге асыратын біліп тұр олды. Сол себепті әрине белсенділік керек, өйткені бұға берсең сұға беретін қасиет шахматта да бар. Уәзір G2, әрине позицияны күрделі қалпында сақтау керек, өйткені күрделі қалпында сақтасаңыздар, онда қарсыластың қателесуіне көптеген мүмкіндіктер туғызасыздар. A6, патша H3, әрине мына C6-дағы айырбас Магнус Карлсенға мүмкін ұнамаған шығар. Арғарай C6, уәзір D4, G8, C4, уәзір C7 және мына жерде мен байқағаным ұмытпасам, тікелей эфирде көрдім, Магнус Карлсеннің уақыты аз болды және тез арада бір қарапайым, бірақ тұрақты, сенімді жүрістер жасауға тырысты. Уәзір G4. Уәзір G4 деген сөз болды. Мен енді арғарай бұл позицияны пайдалана алмаймын және позиция тең түссе де мен риза болам деді. Сол себепті әрине, яғни неповничий 8 аяқ аттан алып тастауға тырысады және көзін жоюға жедік. Уәзір D6, C5, уәзір E6, G7, A6. Бұлай қарасаңыз, өте бәрі қарапайым, бірақ шын мәнінде бұл жерде де көптеген күрделі тактикалық нелер бар, қиыншылықтар бар. Тура F8, F4, уәзір F5, жедік және осы жерде шын мәнінде айтуға болады, позиция тең түсті, бір қанатта, патша қанатында. Сол себепті арғарай бұның, бірақ Магнус Карлсеннің бір ерекшелігі ешқашан қарапайым болса да позицияларды ол соңына дейін ойнайды және барлық мүмкіндіктерді пайдаланады. Ол деген ондай әңгіме жоқ, тең түсу. Ол міндетті түрде бәрін көріп шығады, бәріне көз жетеді, қарсылас деген бүкіл шабуылдарға төтеп бергеннен кейін ғана ол деген тең ойынға келіседі. A7, G4, бұлай енді позиция қиын емес, өйткені бір қанатта ойнап жатыр, бір артық сарбаздың ешқандай рөлі жоқ. H5, H4, G4, шах, бұлай, G5, шах. Бұны енді айтудың қажет жоқ, өйткені бұл жерде барлығы белгілі. Осылай екінші рет тең түсті. Ертең тағы да үшінші партия болады. Ұмытпаңыздар, 14 партия болады, классикалық немесе стандарт. Содан кейін егерде 14 партияның ішінде жеңімпаз анықталмаса, онда да қосымша рапид партиялар болады. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, сау сәлеметте кездесейік.